Бақытжан Аяпбергенов. Біз күй атасы Қорқыт дегенімізбен өнер зерттеушілері Қорқытқа дейінде күйдің өмір сүргендігін дәлелдейді. Көне күйлердің әуен зарына ертедегі сақ, ғұн, үйсін, қаңлы, көк түріктер және басқа да тайпалар өмірінен бастау алатынын алға тартады. Бұған мысал ретінде халық күйлері аталып жүрген Аққу, Кеңес, Боз айғыр, Сарыөзен, Шұбарат және басқа да туындыларды келтіреді. Қазақтың күй мұрасы, күйшілер туралы сөз қозғағанда, күйшілердің басында 12-13 ғасырларда өмір сүрген Кетбұға тұр. Қазақ Кетбұғаны Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханның есімімен байланыстыра айтылатын әйгілі Ақсақ Құлан күй арқылы біледі. Жошының үлкен баласы аңға шығып, қаза болғанда бұл өлімді Кетбұға күй арқылы ханға жеткізеді. Кімде-кім баламның қайғылы хабарын естірсе, соның көмейіне қорғасын ертіп қоямын деген хан домбыраның көмейіне қорғасын қойыпты деген аңыз бар. Содан бастап домбыраның көмей тесігі пайда болған деседі. Халық күйі Ақсақ Құлан орындайтын облыстық конкурстардың лауреаты Уалиев Мадияр. Қошеметтеріңіз. Қарсы алыңыздар.
Бахтияр Уәлиев. Күйге толы дүние дүбірлеген, қайран шешем кішкентай күнім деген, көбік шашқан Сарыөзен жағасында ерке сылқым Айжан қыз күлімдеген. Дайрабай, Байжұманың өзін көрдім, адаймын, жекпе-жекке төзімдермін, толғанып Төремұрат жеңгем сүйер, бүлкілі бұлқылдаса боз үнгеннің ақ жауын, Алатауға нәрлі жауын, аңшының зар емес пе ал мынауын. Құрса егер күй керуен салтанатын, той бастар топты жарып балбырауын. Құдіретін көрдің бе күйдің осал, салтанатқа сән қосып сыйды жасар. Сейтектің 80 ері серт байласып, 5 қыздың бел шешпесі бүйгіласар. Қазақтың күйлері көп көңіл ашар, Саржайлау сарарқаға кебіласар. Күй қылып күл әлемді құшақ қалған, қазақтың болмаған ғой тегін ашар. Нұрғиса Тілендиевтің күйі Аққу, орындайтын республикалық конкурстардың лауреаты Сағымбаев Әбілқайыр, Аяпбергенов Бақытжан, Рақышев Абай. Қошеметтеріңіз. Абылқайыр Сағымбаев, Бақытжан Аяпбергенов және Абай Рақышев. Жоғарыда айтып өткеніміздей, биылғы жыл ел болып тәуелсіздігіміздің 25 жылдық торқалы тойын атап өткелі отырмыз. Тәуелсіздік бізге бүгінгі күні ұлттық мұратымызды насихаттауға, тәуелсіздік идеясын кейінгі ұрпаққа мұрат еткен Әлихан Бөкейханұлы сынды ұлт қайраткерлерінің еңбегін атап өтуге, осы арқылы жас ұрпақты тәрбиелеуге мүмкіндік беріп отыр.
Қазақтың ерім деп өткен ерлері, ел тәуелсіздігін қан майданда қорғап, ерлік батырлық жолын кейінгі ұрпаққа күй мұрасы арқылы да аманат етіп кетті. Қарағазан Сарыбаланың қамы үшін деп ат үстінен түспей, басты ұлттық құндылығымыз тәуелсіздігімізді қызғыштай қорған азамат ақын, батыр, күйші Махамбет Өтемісұлының жұмыр қылыш күйін қабыл алыңыздар. Орындайтын республикалық конкурстардың лауреаты Ильяс Ақпаров. Қошеметпен қарсы алыңыздар.